Болды, бастай берсін бе? Болды, бастай беріңіз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Қожамқұлова Махамбетовна, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Енді бүгін сіздермен өзімнің мына әдістемелік қоржынынан екі дүниемен бөліскім келеді. Бірінші ол мына әдістемелік құрал, яғни ол құрал арнайы және инклюзивті білім саласының терминологиясы болып табылады. Мақсаты, бұл анықтамалық әдістемелік құралдың мақсаты арнайы және инклюзивті білім беру саласында қолданылатын негізгі ұғымдар мен терминдердің мәнін жүйелеу, олардың ғылыми педагогикалық мазмұнын түсіндіру және білім беру процесінде бірізді қолдану қамтамасыз ету болып табылады. Құралдың міндеті арнайы және инклюзивті білім беру саласына қатысты негізгі ұғымдар мен терминдерді жинақтау мен жүйелеу, арнайы білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды оқыту мен қолдауда қолданылатын терминологияны біріздендіру, инклюзивті және арнайы білім беру саласындағы заманауи ғылыми практикалық бағыттарды таныстыру. Яғни біз қандай нәтиже күтеміз? Арнайы және инклюзивті білім беру саласындағы негізгі терминдер мен ұғымдар жүйеленіп біріздендіріледі. Инклюзивті білім беру тәжірибесін ұйымдастыруда кәсіби құзыреттілік деңгейі жоғарылайды. Және де арнайы және инклюзивті білім беру саласында ғылыми әдістемелік ақпаратқа қолжетімділік кеңейеді. Осы терминология сөздікті ұлттық кітапханаға Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасына кітап қорына барып толықтырып өткізіп тіркеттім. Және де Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің кітапханасына барып бір данасын кітапқа сыйға тартып сол университетке де тіркеттім. Енді менің өзімнің осы пән мұғалімі ретіндегі бағдарламам бұл қазақ тілінде оқыту үдерісінде оқушылардың прагматикалық құзыреттіліктерін қалыптастыру. Бұл авторлық бағдарлама 8-9 сынып оқушыларының қазақ тілінің қарым-қатынас жағдайына, сөйлеу мақсатына, тыңдаушы ерекшелігіне сай тиімді қолдана алу дағдыларын қалыптастыру, прагматикалық құзыреттілігін дамыту арқылы тілдік қатысым мәдениетін жетелеу. Қандай міндеттеріміз бар? Оқушыларға прагматикалық құзыреттіліктің мәнін түсіндіру, оны сөйлеу әрекетінде қолдануға үйрету, коммуникативтік жағдаяттар арқылы оқушылардың тілдік нормаларды орынды пайдалану қабілетін дамыту, пікір білдіру, дәлелдеу, жағдаятта мақсатқа сай қолдана алады. Өз ойын дәлелді, мәдениетті, түсінікті жеткізе алады. Мәтіннің прагматикалық мақсатын анықтайды. Функционалдық мәтіндерді хат, хабарлама, өтініш, пікір сауатты жазады. 8-9 сыныпқа прагматикалық құзыреттің қалыптастырады. Яғни бізде бұл жерде өзінің негізгі әдістемелік бағыттары болады. Одан біз қандай нәтиже аламыз? Нәтижесі тіл арқылы қарым-қатынас орната алып, сөз мәдениетін сақтайды. Назар бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Абдразакова Элеонора. Мен Алматы қаласы Алатау ауданы номер 184-ші жалпы білім беретін мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Бүгінгі тәжірибемен бөлісейін деп отырғаным, авторлық бағдарламаны біз менің әріптесім Дұсқолова Балнұр екеуміз жазған болатынбыз. Бағдарламаның мақсаты салауатты өмір салтына деген ұмтылысты тәрбиелеуге және білімгерлердің, спорттың, әр адамның және жалпы қоғамның өміріндегі маңыздылығын түсінуіне жағдай жасау, жалпы дамуға бағытталған дене шынықтыру іс-әрекетінің мазмұнының негіздерін игеру, өз денсаулығына ұқыпты қараудың тұрақты мотивтері мен қажеттіліктерін қалыптастыру, физикалық және психикалық қасиеттерді тұтас дамыту, салауатты өмір салтын ұйымдастыруда дене шынықтыруды қалыптастыру болып табылады. Бағдарламаның міндеттері денсаулықты нығайту, салмақ табандылықтың алдын алу, қозғалыс белсенділік пен тәуелсіздікке тәрбиелеу. Бағдарламаның өзектілігі қоғамның дайындығы жақсарады, ұлттық мәдениетке құрмет қалыптасады. Салауатты өмір салтына бейімділік
дамиды. Қорытындылай келе, ұлттық спорт түрлерін дене тәрбиесі сабағына енгізу оқушылардың ұлттық рухты тәрбиеленуіне тиімді жол деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Менің мейкі көрініп тұр ма? Экран көрініп тұр ма? Сіздердің назарларыңызға 2025-2026 оқу жылына арналған дене шынықтыру әлемі атты авторлық бағдарламамызды ұсынамыз. Менің әріптесім Абдразақова Эленора екеуміз бірге авторлық бағдарламамызды қазіргі таңда оқушылардың қозғалыс белсенділігі төмендеп, денсаулыққа кері әсер ететін факторлар көбейіп отыр. Сондықтан дене шынықтыру сабағының баланың тек физикалық дамуына емес, салауатты өмір салтын қалыптастыруына бағытталуы тиіс. Осы бағдарламаның негізгі мақсат оқушылардың салауатты өмір салтына тәрбиелеу, спорттың адам өміріндегі маңызын түсіндіру және дене шынықтыруды күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету. Бағдарламаның міндеттері оқушылардың денсаулығын нығайту, дұрыс дене қалпын қалыптастыру, жалпақ табанның алдын алу, қозғалыс белсенділігі мен дербестігін арттыру, күш, жылдамдық, төзімділік, ептілік, икемділік сияқты физикалық қасиеттерді дамыту, гимнастикалық, акробатикалық, жеңіл атлетика элементтерін меңгерту, жеке гигиена мен күн тәртібінің маңызын түсіндіру. Бағдарламаның өзектілігі дене шынықтыру қоғам мәдениетінің маңызды бөлігі ретінде қалыптастырып, әр оқушының қозғалыс қабілетін дамыту арқылы дені сау белсенді тұлға қалыптастыру. Күтілетін нәтиже салауатты және қауіпсіз өмір салтының құндылығын қалыптастырады. Физикалық даму деңгейі жақсарады. Қорытындылай келе дене шынықтыру әлемі бағдарламасы оқушының денсаулығын нығайтып қана қоймай, олардың жан-жақты дамуына бағытталған авторлық бағдарлама. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Естіліп тұр ма? Сіздердің назарларыңызға 8-ші сынып оқушыларына арналған қазақ әдебиеті Шәкәрім шығармаларындағы рухани адамгершілік құндылықтар атты элективті курстың авторлық бағдарламасын ұсынамын. Бағдарлама авторы нөмір 184 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Исабекова Алмагүл Айткәжиевна. Бағдарлама мақсаты Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығындағы рухани адамгершілік тақырыбындағы шығармаларын насихаттау, талдау, шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтар заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Бағдарлама аптасына 1 сағат барлық 34 сағатқа есептелген және Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің нормативтік құжаттарына толық сәйкес жасалған. Ол элективті курс ретінде негізгі оқу бағдарламасын толықтырып, тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаның өзектілігіне тоқталар болсақ, Шәкәрім шығармашылығын рухани адамгершілік қырынан жүйелі түрде оқытуында. Абай адам бойындағы ақыл, қайрат, жүрек үйлесімін басты орынға қойса, Шәкәрім бұл қатарға мейірім, ынсап, әділет, адалдық, ұждан ұғымдарын қосып, адам болмысының ішкі әлеміне терең үңіледі. Осы идеяларды оқушы санасына жеткізу бүгінгі тәрбиенің басты міндеттерінің бірі. Бағдарлама 4 мазмұндық бөлімнен тұрады. Шәкәрім поэзиясының рухани адамгершілік арналары, ой мен сөздің мән мағынасы, ақын шығармашылығындағы рухани құндылықтар, Шәкәрім өлеңдерінің негізгі объектісі адам. 15 адам отырмыз. Курс бойынша оқушылар Шәкәрімнің адам
неміне адам мен өмір мін айтса бұзылмас кімнің түсі сияқты шығармаларын терең талдай отырып рухани адамгершілік мәселелер заманауи өмірмен байланыста бағалауға үйренеді. Қорытындылай бере Шәкәрім шығармашылығындағы рухани адамгершілік құндылықтар элективті курсы оқушының әдеби Апай чатқа жазыңызшы. Қазір уже Амансия апайдан кейін тағы кетеді негізделген бағдарлама. Неге қабылдамай жатсыңдар? Маған жібергенін қабылдамай кеткен. Міне енді келді. Бастайсың оны. Саламатсыздар ма? Сіздердің назарларыңызға 7-ші сынып оқушыларына арналған лиро-эпостық жырларындағы салт дәстүр атты авторлық элективті курс бағдарламасын ұсынамын. Бағдарлама аптасына 1 сағаттан барлығы 34 сабаққа жоспарланған. Бағдарламаны әзірлеудегі негізгі мақсат лиро-эпостық жырлар арқылы оқушылардың ұлттық дүниетанымын қалыптастыру, қазақ халқының салт дәстүрін көркем мәтін негізінде таныту және оқушылардың әдеби талдау шығармаларын ойлау дағдыларын дамыту. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі білім беру жүйесінде ұлттық құндылықтарға негізделген тәрбиенің маңыздылығымен тығыз байланысты. Қазіргі таңда оқушылар көркем шығарманы көбіне мазмұндық деңгейде ғана қабылдайды, ал лиро-эпостық жырлар халқымыздың тұрмыс тіршілігін, әдет-ғұрып, отбасы тәрбиесін, адамгершілік қағидаларын сақтап жеткізген аса құнды рухани мұра. Бағдарлама Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің нормативті құжаттарына сай әзірленіп, 7-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінің оқу мақсатымен толық үйлестірілді. Элективті курс негізгі оқу бағдарламасымен толықтырылып, оқушы білімін тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаның мазмұны негізгі 4 бөлімнен тұрады. Лиро-эпостық жырлар туралы жалпы түсінік, қыз жібек жырындағы баян сұлу жырларының тәрбиелік мәні, Айман Шолпан жыры және халықтық таным. Микрофондарды өшіресіздер ме? Бұл бөлімдерде қыз көру, атастыру, жар, естірту, жоқтау, бата, әмеңгерлік дәстүрлер көркем мәтін негізінде 21 адам отырады. Басқа адамдар бар ғой. Оқушылар жырындағы дәстүр мен қазіргі қоғамдағы дәстүрді салыстырып, өзіндік пікір қалыптастырады. Бағдарламаның басты ерекшеліктері оқушыны тек тыңдаушы емес, белсенді тыңдаушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған. Барысында жеке, топтық жұмыстар жүйелі түрде ұйымдастырылады. Оқушылар көркем шығармаларды кейіпкер бейнесін ашады, сюжеттің құрамдас бөліктерін талдайды және шығарманың ұлттық құндылықтарын бағалап әдеби эссе жазады. Бағалау жүйесі қалыптастырушы бағдарламаға негізделіп, оқушының білімін ғана емес, ойлау, талдау, сөйлеу және жазу дамытуға бағытталған. Бұл оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, лиро-эпостық жырлардағы салт дәстүрлер авторлық бағдарлама ғылыми әдістемелік тұрғыда негізделген, мектеп бағдарламасымен сабақтас және ұлттық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған, оқушылардың шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.
Сондықтан бұл бағдарламаны білім үдерісіне қолдануға, дамытуға ықпал етеді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. әріптестер қорғап қойған сайтты бірден шығып келесі мұғалім сайтты қосу үшін сіздерде ешбір қосылмай жатыр. Мен жастық бағдарламаны жасырды. Бастау сыныптарда математиканы оқыту әдістері. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты, курстың басты мақсаты оқушылардың математикалық ойлау қабілетін арттыру, олардың логикалық және шығармашылық қабілеттерін жан-жақты дамыту, келетін нәтиже оқушылардың стандартты емес есептерді шешуге қабілетті болып, математикаға деген қызығушылығын арттыру. Бағдарламаның негізгі міндеті қалыптастыруға бағытталған міндеттер. Ең бірінші шығармашылық, өзін-өзін көрсету, оқушылардың дербес ойлауын және шығармашылықпен шешім қабылдау қабілетін дамыту. Өзін-өзі бақылау бағдарламаларының дағдыларын қалыптастыру. Оқу процесінде өз әрекеттерін, қателерін және нәтижелерін бағалауға үйрету. Сабақты ұйымдастырудың негізгі кезеңінде топтық жұмыс, жұптық жұмыс және жекеше жұмыстарды қолдануға болады. Қорыта айтатын болсақ, бұл негізгі авторлық бағдарламада математиканы оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін біріктіреді. Оқушылардың математикалық білімін тереңдетіп, оларды өмірде кездесетін мәселелерді шешуге дағдыландырады. Келесі нәтиже бұл математикалық ұғымдарды логикалық тұрғыдан талдай алады. Шығармашылық және стандартты емес ойлау қабілетінің жоғары болады. Өз бетімен жұмыс істеуге және өзін-өзі бағалауға дағдыланады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі талқылаудан оқиды. Добрый день, коллеги. Можно подключаться? Представляю вашему вниманию рабочую программу по работе с одаренными детьми по русскому языку и литературе. Это авторская программа. Я учитель русского языка и литературы, педагог-модератор Несибалеева Валерия Кирилладовна.
Актуальность программы связана с необходимостью индивидуального подхода к обучению одаренных детей, созданию условий для их самореализации, углубленного освоения предмета и развития творческого потенциала. Целью данной моей программы является формирование глубоких знаний по русскому языку и литературе, а также развитие языковых, аналитических и творческих способностей учащихся. В числе основных задач развитие умения анализа и интерпретации текстов, формирование навыков устной и письменной речи. Али апай, сіз қолғап болдыңыз ба? Дауысыңыз шықпай тұр. Естілмей тұр маған не дедіңіздер? Жалғастыра берейін ба? Айнұр, мен бастасам бола ма? Айнұр, мен сөйлей берейін ба? Я апай сөйлей беріңіз. Алматы қаласы Алатау ауданы 184-ші жалпы білім беретін мектептің география пәнінің мұғалімі Омарова Жазира Кененова. Тақырыбым картографиялық сауаттылық негіздері. Элективті курс, яғни 7-8 сыныптарға арналған. Бұл элективті курсты мен 24-ші жылы 15-ші шілдеде сараптамалық кеңестің шешімі бойынша 5-ші хаттамада куәлігімді алып басталынды. Яғни былтырғы 24-25 оқу жылында номері 152-ші жалпы білім беретін мектеп гимназиясында апробациядан өтті. Яғни бір жыл сол мектеп өзінің жаңағы факультатив сабақтарында осы менің картографиялық сауаттылық негіздері тақырыбындағы курсты қолданды. Негізі картографиялық сауаттылық негіздері. Картографиялық сауаттылық бұл тек қана карта оқу қабілеті ғана емес, сонымен қатар кеңістік ақпаратты талдау және түсіну өнері. Бұл презентацияда біз картографияның тарихына, түрлеріне, негізгі белгілеріне және күнделікті өмірде қолданылатын тақырып болып табылады. Негізі картографияның тарихы мен маңызы бұл енді картографияны өздеріңіз білесіздер, ерте заманнан осы картаны жасап шығарған адамдар қалай жасау картаны, қалай қолдану керек, оны масштабпен қалай келтіру керектігінің барлығын ертеден пайдаланған. Картография табиғат пен қоғам құбылыстарын кеңістіктеп бейнелеу ғылымы. Бұл бізге планетамыздың бетіндегі физикалық және әлеуметтік ортаны түсінуге көмектеседі. Картаның көмегімен кеңістік пен уақытты тоқтатып, әр дәуірдің ерекшеліктерін, өзгерістерін және дамуын көруге болады. Ол тарихи оқиғаларды бақылауға және болашақты болжауға мүмкіндік береді. Енді бұл картография негіздері менде бағдарлама бойынша жылына 34 сағат беріліп отыр. Бұл 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім карта және картография бөлімі, бұл 8 сағат берілген.
топографиялық карталарға 6 сағат берілген, карталардың математикалық негіздеріне 20 сағат беріліп отыр. Негізгі мақсатым картография ғылымы картографиялық өнеркәсіп орындарымен байланыстыра отырып, карта, атлас, глобустар шығарады. Карталар тек қана географиялық зерттеулермен ғана шектелмейді, жан-жақты зерттеулерді қажет етеді. 7-8 сыныптағы картографиялық зерттеулер таңдау курстары мақсаты оқушыларға географияның дамуының негізгі заңдылықтарын, картография ілімін, жаратылыстану, математикалық және техникалық, сонымен қатар әлеуметтік экономикалық ғылым салаларымен тығыз байланысты. Негізгі міндеттері бұл жерде географиялық карталар және картография туралы жалпы мәліметтер, географиялық карталардың маңызы, картографияның кескіндері, жергілікті жерді бағалау, жер бетінде қашықтықты өлшеу, картография проекцияларын жасау, картадағы бұрмалауларды анықтау, координаталарды анықтау болып табылады. Картографиялық сауаттылықты күнделікті маңызы, жолда жүру және зерттеу, ол жерге саяхаттану, табиғатты зерттеу және жаңа жерлерді ашу үшін картаны дұрыс пайдалану өте маңызды. Географиялық ақпаратты түсіну, шешімін қабылдау, білім мен ғылым салаларының маңызды рөлі болып табылады. Өмірлік дағдыларға пайдалануға болады картографияны. Назарларыңызға рахмет. Здравствуйте, дорогие коллеги. Представляю вашему вниманию авторскую программу, рабочую программу по работе с... Мен сөйледім ба, сөйлеген жоқпын ба? Анау Айгерім әлия сөйлеп отыр ғой? Қатырады ма? Я продолжаю, да? Сөйледім ба? По вашему вниманию авторскую рабочую программу по русскому языку и литературе для одаренных, обучающихся 5-6 классов. Актуальностью программы является необходимость индивидуального подхода к обучению одаренных детей, созданию условий для их самореализации, углубленного освоения предмета и развития творческого потенциала. Целью моей программы является формирование глубоких знаний по русскому языку и литературе, а также развитие языковых, аналитических и творческих способностей учащихся. В числе основных задач развитие умения анализа и интерпретации текста, формирование навыков устной и письменной речи, развитие литературного творчества, критического мышления и устойчивого интереса к русской литературе и литературному наследию. Программа данная базируется на современных научных подходах в области филологии, педагогики и психологии и учитывает возрастные особенности обучающихся. Она носит комплексный характер, сочетая теоретическую подготовку, практическую работу с текстами, проектную и исследовательскую деятельность. Новизной программы является интегрированный подход, использование современных цифровых технологий в акценте на развитие самостоятельного и критического мышления. Ожидаемые результаты. Чего мы ожидаем посредством данной рабочей программы? Это углубленные предметные знания, сформированные навыки литературного анализа, умение создавать собственные творческие работы и повышение мотивации к изучению русского языка и литературы. Ну, вкратце, это все. Спасибо большое за внимание. Екінші сынып оқушыларына арналған
Менің аты жөнім Бекенова Гүлбақыр Гүлман. Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың ақпараттық сауаттылығын, цифрлық мәдениетін және функционалдық дағдыларын қалыптастыру. Курс барысында оқушылар мәтіндік және графикалық редактормен жұмыс істеуін, операциялық жүйелердің негізгі қызметтерін қолдануды, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздіктерді пайдалану және графикалық редакторларды мүмкіндігінше пайдалану. Сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік ережелерін сақтауды үйретеді. Бағдарламаның ерекшелігі оның практикалық және пәнаралық бағыттылығы, оқу мазмұны оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай жүйелі түрде қалыптастыру, жобалық және шығармашылық жұмыстарға басымдық көрсету, бұл оқушылардың логикалық ойлауын, шығармашылық қабілетін және топта жұмыс істеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Қорытындылай келгенде, атап айтқан осы бағдарлама ақпараттық қоғамға және болашақ оқу кәсіби қызметіне қажетті дағдыларды қалыптастыруға бағытталған тиімді курс деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Еркебұлан ағай, бастай берсеңіз енді сіз. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моей работы заключается в развитии функциональной грамотности языка. Актуальность программы определяется требованием современного образования Республики Казахстан, где ключевой задачей является формирование функциональной грамотности. Умение осознанно читать, анализировать информацию, аргументированно выражать свои позиции и применять язык в реальных жизненных ситуациях. Программа имеет практическую направленность, опирается на научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также учитываются подходы международных исследований и юрис. Ее новизна заключается в интеграции языковой, читательской и коммуникативной грамотности и использовании активных методов обучения, проектной деятельности, то есть методов приема критического мышления. Плюс логичная структурирован, рассчитан на 34 часа и способствует развитию речевой культуры учащихся, подготовке КНТ и проектной деятельности. Программа соответствует требованиям ГОСТ, РК, может быть рекомендована реализация 9 и 11 классов. Спасибо за внимание. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Мұндаев Еркебұлан Смайылханұлы. 184-ші жалпы білім беретін мектепте география пәнінің мұғалімімін. Естіліп тұр ма, әріптестер? Менің тақырыбым, авторлық бағдарламамын, географиялық зерттеулердің әдістері мен құралдары. Өзектілігі бағдарламаның екі бағытты, далалық және қашықтықтан зерделеу, зондтау. Яғни жаңа естіліп тұр ма, әріптестер? Ғылыми маңыздылығы зерттеу нәтижелерінің объективтілігін және дәлдігін арттыру. Авторлық бағдарламаның мақсаты мен міндеттері: далалық зерттеу дағдыларын жетілдіру, цифрлық картографиялау және гажбен жұмыс істеуді меңгерту, қашықтықтан зондтау деректерін өңдеуді үйрету, алынған деректерді математикалық талдау. Бағдарламаның құрылымы, яғни 3 модульден тұрады. Бірінші модуль дәстүрлі және далалық зерттеу жұмыстарымен және бақылау жүргізу әдістемесі. Екіншісі цифрлық картография, яғни қашықтықтан зерделеу әдістері бойынша. Үшінші модуль статистикалық және талдау болып есептелінеді. Артықшылығы: әр модульдің бір бірімен тығыз байланыстылығы, далалық дерек гаж енгізіледі, статистикалық талдауға жүргізіледі. Күтілетін нәтижелер: зерттеу әдістері туралы терең білімді меңгерту, сонымен қатар құзыреттілігі: географиялық зерттеу
кездесулерді басынан аяғына дейін жоспарлаудан, деректерді жинаудан талдауға дейін толық жүргізе алу. Бағдарламаның қолдану аясы орта білім, жалпы орта білім. Қорытынды түйін ұсынылып отырған авторлық бағдарлама дәстүрлі географиялық білімді цифрлық технологиялармен ұштастырып, заманауи және кешенді оқу құралы болып есептелінеді. Назарларыңызға рахмет.
видеоны бастыңыз ба? Ой, шаршадық қой бүгін. Всё, начинать. Дорогие коллеги, тема моей авторской работы «Правители Великой Степи». Зовут меня Абелгазиева Айгуль Курманалиевна. Работаю в школе номер 184 города Алматы, учитель истории прав и основы прав степи, посвященных ключевым фигурам, сформировавшим историю и культуру Великой Степи. Часть первая относится к великим правителям. Эта часть курса посвящена могущественным правителям, которые управляли огромными империями и оставили значительный след в мировой истории. Это Моды Каган, Аттила, Буман Каган, Тоныкөк, Култегин, Иштими Каган и Султан Бейбарс, а также великий Амир Тимур. Вторая часть посвящена великим царицам, женщины, которые правили, сражались и влияли на ход истории. Их истории часто остаются в тени, но их вклад неоценим. Это Ипполита, это абхазская царица Гурандух, принцесса Парангиз, сакская царица Зарина и царица Массагета Тамирис. Третья часть – это при империи Чингисхан, военная кампания Угиде хана, Куюк хана, Мунке. И также говорится о внутренней политике расширения империи после Чингисхана, Хубилая и Арахбуга, борьба за власть,